Ассалаумағалейкум достар, сіздер менен Ықылас Аралбаев. Бүгінгі сабағымызда сіздермен JavaScript'тегі функциялар хақында сөйлесеміз. Яғни функциялар өзіне, олар бізге не үшін керек, оның қандай түрлері бар деген заттарды бүгін көріп шығамыз. Хоп, бірінші болып андай зат айлап алдым сіздерге, яғни өткен видеолардағыдай, мына жерде код, мына жерде консоль. Яғни біз қазір елге дейін консольда істесеміз сіздермен, яғни нәтижелерді браузерде консольда көреміз. Енді apply HTML-ға неке JavaScript жалғап қойған, бұған ешқандай вау дейтін зат жоқ бұл жерде. Енді функция дегеніміз не? Һәм ол бізге өзі растамы не үшін керек? Функция дегеніміз бұл har қандай тілде, тикарынан өзіміздің JavaScript-те тілдің ең тикарға ең фундаментал нәрселерінің бірі есептелінеді. Һәм ең керекті. Хоп, функция бізге не үшін керек? Функцияда мысал үшін жалпақ тілмен түсіндіріп беретін болсам, apply бір әрекетлердің, стейтментлердің бір жәмленбесі. Жүдем жалпақ тіл болды ма? Хоп, мысал үшін apply CSS. CSS-те мысал үшін білетін болсаңыз, stylus.css деген ашамын. Егер CSS білетін болсам жүдем зор, білмейтін болсаңыз да басқа мысал көрсетіп беремін сізге. Мысал үшін apply өзіміздің контейнер деп тұрып, background color red, width мысал үшін 100 емес, мысал үшін 80%, margin жоғарымен төмендегі типпен auto деп тұрып, мысал үшін любой бір класслардың, то есть property value'лардың ізбе-ізлігін беріп қоямыз да CSS-те. Һәм білесіз, бізде контейнер деген класс жаратылды. Һәм бізде егер де оны HTML тарапта қайдыр пайдаланатын болсақ, ол сол элементімізге мына қасиетлерді, осы стильдерді қосып береді. Ал бұны контейнерді еш жерде шақырмайтын болсақ, не болмайды? Ол өзінің орнында тұра береді. Маған тиімді. JavaScript-тегі функцияларым тап сондай. Мысал үшін бізде қандайдыр функцияны түзіп шығамыз. Консольға қандайда нәрселер істейді ғой, немесе өзінің қандайдыр стейтментлер бар болған функцияны істеп шығамыз. Әмде бізде оны шақыратын болсақ, егерде ол сол өзінің ішіндегі стейтментлерді, вазифаларды ізбе-із бізге мощный қылып орындап береді. Ал оны шақырмайтын болсақ, жаңа контейнер классқа ұқсап тұра береді. Тыңдарсыз. Міне функция дегеніміз сол қандайдыр ізліктерді бізге шақырған уақытымызда бізге істеп беру. Енді ол бізге не үшін керек? Мысалы үшін apply консул логқа бір нәрсе шығару деген функцияны түзіп, оны шақырып отырып не аламыз деп ойлауыңыз мүмкін. Бізде одан, яғни функцияларды өзімізге керекті уақытта пайдаланамыз. Бізде ол функцияларды, оның ішінде стейтментларды бірнеше мәрте пайдалануымыз мүмкін. Һәм айта берсең көп, қолайлықлар көп, аз миыма келмейді бәрі. Хоп, онда басылайық. Яғни функцияларды қайтып бізде пайдаланамыз, һәм ол қайтып жаратылады. Жүдем маңызды, яғни функция деген тема бұл ең тикарғы, ең фундаментал білім болғанлығымен бізге қатты аңсық. Қазір бір майданда үйреніп аласыз, құдай қаласа. Онда мына деп бастаймыз. Бізде енді функцияны жарату үшін өзіміздің function деген сөзіміз керек болады. Function сөзін жазамыз, һәм обязательно бізге пробел керек болады. Яғни пробел қоймасаңыз қандай болып жабысып қалады бір-біріне. Function дегеннен кейін енді сол функциямыздың атын жазуымыз керек. Мысал үшін қандай бір коробканың ішінде істеліну керек болғандар бар. Һәм оның сыртына біздер атын жазып қоямыз. Атын қайтып жасап болады. Мысал үшін apply say hello деген ат қояйық. Disclaimer, яғни бұл жерге қалеген ат жазуымыз мүмкін. Өзіміз яттан. Немесе функцияның орындайтын вазифасына қарап тұрып, ұзынлығы қызық емес. Орындайтын вазифасын полный түсіндіріп беру керек болады. Яғни бұл жердегі функция қазір любой адам оқып тұрып біледі. Яғни функция бізге сәлем береді. Say hello деген hello деп айт деген дейді. Сондай нәрсе. Яғни атын қойып алдық, атын мен аспаннан алдым жаңа айтқанымдай. Һәм функцияны жарату үшін бізге андай қосылмалар керек болады. Яғни бұл не үшін керек екендігін түсіндіремін. Бұл параметр деген зат тұрады. Қандай болды? Функция жаратылды, һәм оның ішіне біз не қыламыз? Өзіміздің орындалу керек болған нәрселерді жазып қоямыз мощный қылып. Мысал үшін, осы функция say hello деген функция шақырылған уақытында консольға, мысал үшін console.log hello кейін мынандай қылып ассалауму алейкум деп консольға сондай текст шығарсын. Яғни say hello деген функцияны енді біз шақырмыз керек болады. Кейін саған етемін де, һәм консольға қараймын, һәм бағана айтқанымдай, бұл функция шақырылмаса, ол ешкімге зиян тимейді, ешкімге пайда зиян тимейді. Тұра берді қане код болып. Егер функцияны шақыратын болсақ, бізде
функция өзінің ішіндегі стейтментларын бізге істеп береді известікте. Кейін енді функцияны шақырамыз. Оны қайтып шығарамыз. Просто атын жазамыз, say hello дейміз да. Һәм обязательно шақыру деген бұйрық бізде мындай қаусырмаменен аңлатылады. Мінекей. Яғни бұл жерде өзіміздің функцияның аты һәм мынандай брекетлар. То есть мінекей. Енді сақын етеміз. Қарайтын болсақ бізде ассаламу алейкум деп бізге шығарып қойыпты. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух дейміз. Яғни жаңа айтқандай, бұл жерде не зат болуы қызық емес. Бұл жерде любой нәрсені істеуіміз мүмкін, беймалал. Һәм ол біздер функцияны шақырған уақытымызда іске түседі ішіндегі әрқандай нәрселер. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді функциялардың түрлеріне бірден деп секіріп өтіп кетпейміз. Теорияға практикалап тұрамыз. Яғни функция кілт сөзіменен мошкин қылып неге функцияны жараттық. Енді қараң. Bu yerdagi qavsurmalar bizga nima uchun kerak? Ya'ni bu ne uchun kerak bizga? Bu qavsurmalar. Bular juda ham bizga qattiq kerak bo'ladi. Ertaga ulkan proyektlarda, umuman hamma yerda bu qavsurmalar bizga qattiq kerak bo'ladi. Bu qavsurmalarga nega ko'p rahmat aytamiz. Bu qavsurmalar neni anglatadi ham bizga ne uchun kerak? Bu qavsurmalardan bizlar funksiyani chaqirib atgan vaqtida funksiyaning ishini, qandaydir ma'lumotni, datani berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu narsa endi bizda niki parametr deb ataladi niki. Şu yerде өзіміздің параметрлер тұрады. Xo'p, parametrga biz nelerni berishimiz mumkin? Ham odan foydalanuvdan bizga ne maqsad? Misol uchun say hello degan funksiya hozir universalni qilib assalomu alaykum deb qo'yibdi bo'lgani. Al agar misol uchun shunday task bo'lishi mumkin. Task degan vazifa. Shunday bizga vazifa beriladi mumkin. Sening salom beradigan funksiyang именно so odamning atına salom bersin. Biz endi misol uchun funksiyani bir marta yozdik. Al agarda Misal үшін сайтқа ықылас деген адам кіріп қалса, мен ықылас деп жазып қоюым мүмкін. Бірақ енді misal үшін ықылас емес, Джон деген ба, бір Бахадыр деген ба адам кіріп қалды да, ол кезде бізде бәрібір ықылас деп шығарып қоя береді. Шақырған уақытымызда мінекей функцияны. Сол үшін біздер универсалный қылып тұрып, жоғарыдан параметр, яғни қандайдыр өзгеруші қабылдайтұғын қылып істеуіміз керек болады. Бұл нәрсе бізде параметр қабылдайды деп аталады. Енді ол мына төбеден келеді мінекей. Типа мынандай жоғарыдан келеді да өзі. Һәм біз оның ішіне алатын затымыздың атын қалегенше өзгерушімен қоюымыз мүмкін болады. Яғни қандай болады? Мысал үшін username деген өзгеруші, яғни параметр қабылдасын бізде. Username деген параметр қабылдайды, һәм оны бізге енді біз білеміз, анық бізге келеді username деген нәрсе. Һәм біз функцияның ішінде қалеген жерінде оны пайдаланып кетуіміз мүмкін. Функцияның ішінде соны ентіліп қалың. Функцияның сыртында пайдаланбаймыз. Енді мысал үшін ассаламу алейкум дейік та, пробел қойып тұрып, плюс username деп қоятын болсақ неке. Бұл нәрсені сәл күшейтсем, оған неке. Көрініп тұрды деп ойлаймын деп жақындатып көре бересіз. Енді ассаламу алейкум дегеннен кейін уже неке. Қараң, енді бұл жерде қызық жағдай undefined шығып қалды бізге. Не үшін? Себебі біздер оны функцияны шақырған уақытымызда біздер күтіп отырған username деген өзгеруші үшін ешқандай мәнісі бергеніміз жоқ. Яғни параметр бермедік. Кейін мына жерге қандайда аргумент беріп жіберейік. Мысалы үшін бұл енді string болады. Say hello һәм ішіне username үшін мәніс береміз. Қандай мәніс? Мысалы үшін жаңа айтқандай Жасур дейік. Сақан етемен уже қарайтын болсақ, ассаламу алейкум Жасур. Енді мысалы үшін төменге түстіріп, бағана айтқандай бізде функцияны бірнеше мәрте шақыруымыз мүмкін. Бұл сол функцияның бізге қолайлылықтарының бірі. Сол үшін төменге түстіріп say hello, енді астына уже Жасур емес Бахадыр. Уже сақан ететін болсақ неке. Ассаламу алейкум Жасур, ассаламу алейкум Бахадыр. Бағана біздің вазифамыз уже неғылды? Орынланды. Біздің функциямыз адамына қарап тұрып, адамның аты менен бізге сәлем беріп жатыр. Бұл жүдей зор. Енді бағана есіңізде болса мына жерде функцияны просто шақырған уақытымызда неғылды? Ішіне есеп бермеген уақытымызда undefined шығып қалды. Енді бұл нәрсе бізде мысал үшін программист басқа программист келіп тұрып, сіздердің неңізді функцияңызды просто шақырып қоятын болса, һәм ол жерден undefined деген нәрсе клиентке, яғни сайтқа кірген адамға шығып тұратын болса, бұл расынан қолайсыз нәрсе. Соның үшін бізде по умолчанию username-ға по умолчанию дегенде орысша білмейтін болсаңыз сондай. По умолчанию дегеннің қаралбақшасын арасында олман алдынан беріп қойылған мәніс деп түсінсеңіз болады. Яғни біздер
мына егерде функция шақырған уақытында юзернейм үшін ешқандай мәнс бермейтін болса, бізде оның орнына тең деп тұрып, мына жерге қалеген бір нәрсе жазып қоймыз мүмкін болады. Егер мына мәнс бермей қалса, мына нәрсе бізге келіп түседі. Undefined'тың орнына ол жудайым зор. Енді келін орнына зат қоятынымызды ойлап көрейік. Ассаламу алейкум. Мысалы үшін жақсы адам деп қояйық, яғни сайтымызға біздің жақсы адамдар келеді. Енді қарап отқан болсаңыз, уже say hello дедік, һәм бізде ішіне ешқандай мәнс бермедік. Күтіліп отырған юзернеймге мәнс бермедік. Значение бергенбіз жоқ. Һәм ол бізге undefined деп біртүрлі зат шығарып берген жоқ та, оның орнына сол юзернеймнің по умолчанию значениесін бізге шығарып берді. Түсінесіз ғой? Енді бізде уже мына келіп тұрып, қайтадан класс дейтін болсақ, уже бізге класс шығарып береді. Яғни бұл болып отырған нәрсе. Юзернеймге егерде функция шақырылған уақытында мәнс берілетін болса, сол мәнсті шығар. Ал егер мәнс бермейтін болғанда, мәнс бермей қалған жағдайда уже мына недегі по умолчанию текстті шығар деген нәрсе болып отырды. Түсініп қоя? Хоп, енді біздер бұл бірнеше параметрлерді қабылдауымыз мүмкін, бірнеше һәм шексіз. Яғни юзернеймге енді по умолчанию мәністі түсіндіңіз деп ойлаймын. Бұны жақсы өшіп тастамайын, тұра берсін. Юзернейм һәм қасына келін мынандай нәрсені белгілейік. Time. Яғни екінші параметр қабылдап отырды. Бұл яғни time, қазіргі уақыт. Мысалы үшін console.log мындай артқан екі ойлық қылайық, һәм қазіргі сағат қосынға қойып тұр, плюс time. Яғни бұл жаңағыдай қазіргі сағат undefined шығып қалды. Яғни біздер функцияны шақырған уақытымызда функция шақырылған уақытын еліміз керек, беріп қойымыз керек болады. Һәм ол нерге өтірменен, мысалы үшін таза параметрді қабылдай жібердік қой. Бұл тап сондай өтір қойып тұрып, таза кейінгі параметр үшін мәнс беріп қойымыз мүмкін болады. Яғни бұл кейінгі параметр бізден time қабылдап атырыпты. Көрсіз бе? Енді time үшін бізде қандайдыр мәнс берейік. Мысалы үшін сағат неше болды қазір? Таңғы 04-тен 09-ді. Сіздер үшін таңда видео жазып отырмын. Қараң, қазіргі сағат уже 4-тен 9-ді деп қойыпты. Уже бұл undefined шығарып қойған жоқ. Ал егерде бізде мағлұмат берілмей қалған жағдайда undefined шығарып қалады. Соның үшін біздер по умолчанию зат беріп қоймыз керек болады. Қандайдыр уақытты беріп қойсақ болады. Соның үшін оны өзіңіз істеп қоясыз. Түсіндік қой, егер түсінген болсақ, мына time үшін по умолчанию уақыт беріп қойың. Хоп, енді бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Ізіне давам етіп кете бересіз. Мысалы үшін age, любой нәрсе, phone number, қалеген нәрсе бұл қабылдай береді. Һәм қалеген дата типтегі мағлұматты бізде параметрден қабылдауымыз мүмкін болады. Түсініп қой? Енді жаңа айтқанда бізде функцияны бірнеше мәрте шығарып көрген. Мысалы үшін JSON һәм сағат, мысалы үшін 13-тен 41 минут дедік. Ассаламалейкум JSON, қазір сағат 13-тен 41. Түсінікті болды ғой, жудайым зор. Енді уже сіздерменен қайерге келдік? Қытай теорияға келдік. Яғни JavaScript'тегі функциялар тикарынан екіге бөлінеді. Қандай? Function declarations һәм function expressions. Яғни бұлар енді сәл оңға қиын нәрселер емес. Аты андай біртүрлі көрінгенменен негізінде аңсатылар, өзіміз көріп жүрген затлар. Енді келін бұл қайсы функция түріне кіретұғындығын айтайын сіздерге. Бұл өзіміздің function declaration. Function declaration өзіміздің. Атын тура жазым деп ойлаймын, келін Google-дан бір қарай жүрейік. Function declaration. Да, дұрыс жазбан, зор. Function declaration деп аталады. Ал кейінгі көретін түріміз болса, бұл function expression. Хоп, бұлардың парғы бірінші болып өзіміздің зітті синтаксисте болады. Синтаксистен вообще деп өзгеріп кетпейді, просто күтте өзгеріс болады. Хоп, function declaration бұл екендігін білдік. Һәм келін енді сіздермен function expression көрейік. Һәм бұны не аламын? Комментарийға алып қоймын. Яғни шақырылып атқан жерін комментарийға алып қойсаң, уже консольға ешнәрсе шықпайды. Бағана айтқандай, не алады? Функция дегеніміз өзі
шақырылғаннан кейін барып істейтін нәрсе. Хоп, енді function expression. Оның синтаксисі қандай? Оның синтаксисі как ана өзгеруші жарататынға ұқсайды. Неке? Константа, любой бір функцияның атын жазамыз енді. Функцияның аты, мысалы үшін, қандай болсын? Get my name. Дейміз, һәм константа, білесі өзгеріш жарататын уақытында оның мәнісін тең арқылы беретін екен. Бердем сондай. Өзгерішінің атын тең дейміз, һәм өзіміздің function сөзімізді жазамыз. Яғни get my name өзгеріші тең болсын функцияға. Енді функцияға бізде function деп болғаннан кейін ат беруім шарт емес, сондай ал. Уже просто так шақырып кетеміз. Бұл номсыз, яғни атсыз функция саналады. Биодексі. Енді атсыз функцияларды басқаша жолмен қойып кетуіміз мүмкін, оны әзір түсіндіремін. Оған басыңызды ашпай тұрмын. Енді қараң, get my name-ді. Get my name деген функция бізге не істеп берсін деп ішіне енді өзіміздің statementlарымызды жазамыз. Апай console log. Давайте console log берейік. Console log не кетті? Console.log мысалы үшін your name is мысалы үшін plastic. Енді пока что тек қана консолға жауап беретін нәрсе. Бізде жаңа айтқанымда get my name-ді функцияны арқайын келіп тұрып шақыратын едік. Табыстым не қылып. Бұл осы нәрсе просто declaration деген сөзді expressionға өзгертіп тұрды. Тек қана бір ғана қатар синтаксис өзгеруі. Ішіндегі нәрселерді қалегенше жаза бересіз, һәм declarationға ұқсап биодем функцияны шақыратын болсаңыз істейді, болмаса тұра береді. Саған дейтін болсақ, уже бізде неке your name is a class шықты. Енді биодем параметрді мына жерден қабылдаймыз. Бағана неде қабылдадық қой? Биоде параметрді осы жерден қабылдаймыз. Мысалы үшін get my name. Name'ді функция қабылдасын. Қызық, атымызды тауып беретін функция, біз оған атымызды айтуымыз керек. Енді мәнісіне функцияның логикасына қарамай тұрасызда, просто синтаксис үйреніп аламыз. Алтта еле практикаларым үшін көп мәселесі. Енді қараң, ол бізден name қабылдайды, һәм бізде name'ді your name is дегеннен кейін жерге плюс деп жаңағыдай беріп қойып керек болады. Už қарайтын болсақ, таппаған нәрсе болып отырды, яғни name'ға бізде мәнс беріп жібермегеніміз үшін мына бетте ол undefined қабылдап отырды. Енді біз екенің мәнс берейік. Мысалы үшін your name is осындай ат таууда ең қиналатын жерім. Мысалы үшін мақсат. Саған дейтін болсақ, уже your name is мақсат. Көрдік па? Жүдәм зор. Енді жаңа проблеманың решениесін бағана көрсетіп өттім, яғни undefined шықпаған тақдырда. Яғни бұяға мәнс бермейтін болсақ, бұяға по умолчанию мәнс беріп кетуіміз мүмкін болады. Енді оны қайтып беретініміз ясно, бізде тең деп тұр, мысалы үшін жоғын деп беріп қояйық. Емаса your name is по умолчанию қандай болуы мүмкін? Your name is мысалы үшін давайте John болып тұра берсін, егерден неге. Яқа мәнс бермейтін болсақ, name қабылдап жатыр, жоғарыдан name күтіліп жатырды, һәм біздер күтіліп жатырған name'ді оған беріп жатқанымыз жоқ. Сондай жағдайда уже бізге name егер бар болатын болса, мына жақтағы мәнс шығады, жоқ болатын болса, өзіміздің по умолчанию мәнісіміз шығады. Берген енді мысалы үшін қайттан John деп жатқан, не деген басты класс дейміз, қайттан өзіміздің класс келіп шығады. Енді бұл ақырғы моментлерде мына мағлұмат берілмейтін болса, мына жақтағы шығады. Түсіндік қой? Енді қызық. Function expression мен function declarationның қандай парқы бар? Текарғы парқы ең текарғы парқы бұл мынандай. Мысалы үшін мен мына келемін да, function declaration'ды жоғары бетте шақырамын. Say hello, кімге сәлем берейік? Мысалы үшін Айбекке сәлем берейік. Айбек дейміз, һәм берге уақыт. Біз оған нешеде сәлем беріп отырмыз? Екен азанғы 8:00-де сәлем берейік. Уже қарайтын болсақ, неге? Енді бұяқтағы нәрсе шартымыз. Ассаламу алейкум Айбек, әзір сағат 8:00. Яғни мен функция жаратылмасынан алдын функцияны шақырдым. Яғни енді білесіз, JavaScriptте код жоғары қатардан бастап төменге қарай деп оқып келеді. Ал бұйда қарайтын болсақ, неге?
функция жаратылған жоқ эле, окуп жатып да, функция жоқ, бірақ оны чакырып коюпбуз. И бизде ол не туруп да, иштеп турду. Ал эми караң. Expressionга келип туруп, мінекей. Get my name деп туруп, оны ичине жаңағыдай кайдагы бир ат берип жиберейик. Мисалы үчүн айдос деп чакыраман, уже менде не кылды? Reference error. Cannot access get my name before initialization деп коюп. Яни сен еле жаратылмаган функцияны чакырып атырсаң, жаратылмаган get my name деген нерсени пайдаланып атсаң деп атат жокарыда. Яни тик аркы паркы ушат. Түсүнүк, бизе чакырылмасынан алдын өзүбүздүн declaration функцияны берип кетүүбүз мүмкүн. Ал булайынча болотун болса, expression болотун болса, бу жерде бизе бере албайбыз. Түсүнүк, Енді өзіңіз қалегенінен пайдаланып кетуіңіз мүмкін болады сілер. Енді білесіз, ол функцияны жаратып болғаннан кейін асты бетіне шақырып кету қиын емес. Ошибка шығып қалған тағдырда біздер оны тойлап қоюымыз қиын болмайды. Оның ешқандай фарқы жоқ қолдас. Түсіндік деп ойлаймын. Енді қараң, function expression'да жаңа айттым ғой. Мынандай, мынаны өшіріп тұрайын да. Мысалы үшін қалеген бір функция жаратайық қайтадан. Константа expression функция жаратамыз да. Константтан мысал үшін get all users деген функция жаратайық. Функцияның атын айтып бермеймін, просто жараттым. Тең деп тұрып, енді қараң. Бізде arrow functions деген бар. Яғни сызықлы функция. Бұл енді жаңағыдай, я callback функцияларда, callback деген алтыда түсіндірем, мындай қарасақ. Я callback функцияларда, я болмаса мындай атсыз name берілмейді оның функцияларда шақыруымыз мүмкін болады. Пайдалануымыз мүмкін болады arrow function дегенді. Яғни бұл жерде қарап отқан болсақ, мінекей function болып тұрды, мынандай болып тұрды, мінекей function мінекей бұған ат бермей жатырмыз. Function деп болғаннан кейін бетте ат беріліп жатыр ғой. Бізде уже мынандай өзгерушіге мына функция тең қылып қойылып жатқаннан кейін оны екінші қылып және ат беріп отыруымыз керек емес. Соның үшін бізде берге ат бермейміз. Енді ат бермегенлігіміздің есабына біздер оны және қысқартып кетуіміз мүмкін arrow functionдар арқалы. Яғни онда function деп кілт сөз жазып отырмыз жатамыз. Қандай болады ол? Get all users дейміз, һәм функцияны мынандай жаратамыз. Қаусырма и ол бізге тең һәм мындай arrow белгісі арқалы жаратылады. Уже болды. Қысқа һәм мазмұнлы дейді. Қысқа һәм аңсат. Мындай жолменен біздер функция жаратуымыз мүмкін. Уже мыналармен теңдей құқы бар, теңдей нелері бар. Енді arrow functionның бір парқы бар, оны ертең құдай қаласа алтта DOM темаларымызда түсіндіріп беремін. Көрдіңіз бе? Уже аңсат. Bu yerде неден параметр қабылдауымыз мүмкін, сезгеніңіздей уже. Яғни get all users дейміз. Log users дейміз. Енді bu yerге жаңағыдай полночный беріп кетуіміз мүмкін болады. Мысалы үшін John Mark. Біздер мысалы үшін get all users'ты шақыратын болсақ, John мен Mark шығады. Енді мына бетте мысалы үшін басқа нәрсе беріп жіберетін болсақ, Базарбай, Жесур, Айбек деп беретін болсақ, солар шығады. Көрдік пе? Болды. Ең аңсат һәм ең қысқа жол. Уже бізде егер тек қана бір ғана параметр қабылдайтын болсақ, мындай қосылмаларды бермей кетуіміз мүмкін. Біздің VS кодтың өзі уже маған ақылдылық қылып өшіріп тастап жатыр қосылмаларды. Бірақ бұл тек қана бір параметр қабылдайтын уақытта ғана істейді. Егер екі параметр қабылдайтын болсақ, одан көп параметр қабылдайтын болсақ, немесе ұлма параметр қабылдамайтын болсақ, мындай қосылма беріп кетуіміз шарт. Түсіндік, болды. Яғни бұл жерде главный нәрсе сол. Бізде де функциялар неше түрге бөлінеді екен? Екі түрге. Function expression һәм function declaration. Олардың парқылары хақында сіздермен сөйлесіп шықтық. Енді функция деген нәрсе егер түсініксіз болып қалған болса, қараң. Сізге айтайын. Түсінбедім деген нәрсе негізінен шығарып тастаңыз. Сіздер функция не екенін білесіз. Ол вообще аңсат нәрсе. Просто қадым жаңа көрсеткенімдей CSS-тегідей любой бір класс жаратып қоясың да, егер де классты HTML беттен шақыратын болсаң, ол істейді. Өз өнерін көрсетеді. Ал егер шақырмайтын болсаң, ол тұра береді. Бұл жерде сондай. Просто ішіне қалеген бір кетма-кетліктерді жазып қоясаң,
һәм функцияға ат бересең, өзің кебінен шығарып, егер функцияны шақыратын болсаң, ол саған өзің ішіндегі ізбездіктерді орындап береді, ал функцияны шақырмайтын болсаң, ол істемейді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Ықылас Аралбаев. Енді практика қылмадық. Практиканы алдыда Құдай қаласа мощный проектілеріміз бар. Солар арқалы қылып көрсетемін сіздерге. Онда hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.